Тоты! Зел! Тік тұр! Қарал! Зе! Әскердің негізі қару ғана емес, мықты рух пен мұқалмас қайрат және шексіз патриотизмнен тұрады. Рух жоқ жерде жеңіс жоқ. Сондықтан да Қазақстан қарулы күштері әскерді де әскерге баруды мақсат тұтатын жастарды да патриоттыққа тәрбиелеуге барын салып келеді. Әскери тәрбиеші қызметі тарихы тереңге кеткен мамандық. Тарихқа шамалы шегініс жасасақ, тәрбиеші офицерлердің жүріп өткен жолы мақтауға да, мақтануға да лайық. Ұлы Отан соғысынан кейін майдангерлердің естеліктеріне көз жүгіртсек, басым көпшілігінде жауынгерлерге рух берген жүректен шыққан жалынды сөз екені. Ол сөзді көбіне комиссарлардың айтқаны тілге тиек етіледі. Нәтижесінде 60 жылдардың ортасында адам жанның инженерлері атанған тәрбиеші офицерлерді даярлайтын арнайы оқу орындарын ашу туралы шешім қабылданған. Бір мезгілде оннан астам әскери училище бой көтерген. Қазақ әскерінің сапында тұрған тәрбиеші офицерлердің басым көпшілігі осы білім ошақтарының түлектері болды. 4,5 года я проработал здесь заместителем министра обороны по воспитательно-социально-правовой работе. Я считаю, это одним из самых трудных годов моей службы. Қарулы күштер құрылған кездегі алғашқы 4,5 жыл қорғаныс министрінің тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмыс жөніндегі орынбасары болып қызмет атқардым. Қарулы күштер енді құрылған сәтті көптеген қиындықтар болды. Соның бірі шамамен 13 мыңнан астам әскерилердің әскери бөлімдерді тастап жан-жаққа кетіп жатқаны. Оның ішінде сарбаздар, прапорщиктер, офицерлер, тіпті полковниктар да болды. Оның бірден-бір себебі бұл армияның құрылатынына сенім болмағандығында. Ал біздің міндетіміз әскери қызметшілердің жүрегіне қарулы күштердің құрылатынына, оның аумақтық қорғанысымызды қорғайтынына, ұлттық қауіпсіздігімізді қамтамасыз ететініне деген сенімді ұялату болды. Как нашу территориальную обеспечить территориальную и национальную безопасность. Осылайша 1993 жылдың 19 қаңтарында президенттің жарлығымен қазақ әскерінде командирлердің тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмыстар жөніндегі орынбасарларының институты құрылды. Осы сәттен бастап қарулы күштердің қалыптасуы мен дамуымен байланысты тәрбие жұмыстары органдарының тарихы бастау алды. Атау өзгергенмен мәні мен маңызы өзгерген емес. Уақыт өте келе, заман қажеттілігіне сай қорғаныс министрінің тәрбие және идеологиялық жұмыстар жөніндегі орынбасары лауазымы енгізілді. Бұл лауазымда генерал-майор Айтқали Есенғұлов, генерал-майор Әмірбек Тоғысов, генерал-лейтенант Сұлтан Қамалидинов сынды нар тұлғалы тәрбиешілер абыроймен атқарып шықты. Қазіргі уақытта генерал-майор Шайхасан Жазықбаев жеке құрамның бойында патриоттық рухты дарытуда қажырлы еңбек етуде. Қазіргі уақытта тәрбиеші офицерлердің сарбаздар және жеке құрам үшін олардың қызметінің маңызы өте зор. Өйткені біріншіден біз жеке құрамның моральдық психологиялық жай-күйіне жауап береміз. Ал моральдық психологиялық тұрғыда жауынгерлер дайын болмаса, олардың жауынгерлік даярлықта және де күнделікті тұрмыс-тіршілікте олардың ары қарап қызметін атқару өте қиын болады. Сол себепті тәрбиеші офицерлер қазіргі таңда күні-түні демей жауынгерлермен бірге бір иықта тұрып, олардың өз міндеттерін атқару бойынша жұмыстары атқарып жатыр. Жыл сайын ұлттық сананы, ұлттық құндылықты және ұлттық мүддені өскелең ұрпақтан бойына сіңіру мақсатында патриоттық шаралар, жиындар, жас ұрпаққа тәрбие беру жобалары, бағдарламалар іске асуда. Басшылық әскери қызметшілерді идеологиялық тәрбиелеу бойынша жұмысты ұйымдастыруды тоқтатқан емес. Оның ішінде әскердің күш-жігерін, патриотизм негіздерін нығайтуға елеулі үлес қосып келе жатқан қарулы күштердің ардагерлері. 2011 жылы құрылған қарулы күштердің ардагерлері қоғамдық бірлестігінің қауымы жас ұрпаққа жауынгерлік тәжірибесімен бөлісуде. Мектеп қабырғасында ерлік сабақтарын өткізіп, әскери қызметтің беделі мен мотивін көтеруге әлі де қызмет етіп келеді. Жерге біз ие болуымыз керек. Ол аманат бізге. Біздің еліміз Идеологиялық тәрбие құралдарының бірі қорғаныс министрлігінің жан-жақты ақпараттық түсіндіру тобының жұмысымен тығыз байланысты. Соңғы жылдары кешенді ақпараттық түсіндіру тобы республиканың барлық аймақтарында болып қайтты. Құрамында тәрбие, қаржы, тыл, әскери полиция өкілдері, заңгерлер мен ұлттық әскери патриоттық орталық қызметкерлері бар топ, әскери бөлімдер мен мекемелерге барып, әскери қызметшілермен және олардың отбасы мүшелерімен кездесулер ұйымдастырып, ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Мұндай шаралардың мақсаты жастар арасында отан қорғаушы мамандығына деген қызығушылықты ояту және Қазақстан әскерінің беделін көтеру.
Мерзімді қызметтің алғашқы күні сарбаздарға бәрі таңсық көрінеді. Қатал тәртіп, қатаң күн тәртібі, жаңа міндеттер мен жарғын сақтау. Бұл бәрібір сарбаздың шыдамдылығының шыңдалатын кезі. Осы сәтте сарбаздарға бейімделуге және олардың тиімділігін арттыруға көмектесу үшін Қазақстан армиясына психологтар қызмет атқарады. Сарбаздар әскерге шақырылған кезден бастап физиологиялық және де психикалық жай-күйлерінде өзгерістер болады. Ол бейімделу кезеңі дейміз. Осы бейімделу кезеңінде біз түрлі психологиялық жұмыстар атқарамыз. Яғни психолог тесттен бастаймыз, психология диагностика, коррекциялық жұмыстар және де тренингтер. Осы бейімделу уақытында жеке құрам арасында ауызбіршілікті қалыптастырып, күйзелістің алдын алу бойынша арнайы жаттығулар ұйымдастырады. Әр жаттығудың өзіндік мақсаты бар. Мәселен, арт-терапияда жауынгерлер бір-бірінің проблемаларын шешуге көмек қолдарын созса, өмірде жоқ жануар әдістемесі сарбаздардың өзіндік ерекшеліктерін, жеке қағидаларын, қажеттіліктерін анықтауға бағытталған. Мен бұл жануардың атын Завр деп қойдым. Бұл жануар таулы жартастарда мекендейді. Еппен қоректенеді және де еркіндікті сезінеді. Психология ғылымы жылдан жылға басқа ғылымдар сияқты даму барысында. Осыған байланысты түрлі методикалар жаңартылып жатыр. Соның бірі ерекше айта кетуге болатын мак-карталар. Ол мак-карталардың басқа психология әдістемеге қарағанда бұл тез және де жылдам диагностика және де өзінің септігін тигізеді. То есть получилось у этого персонажа что-либо сделать со своей этой ситуацией? Әскери психологтың жұмысы әркез айқын көріне бермейді. Олар тек армияның жоғары жауынгерлік рухының берік болуымен, ұжымның ауызбіршілігін арттыруда ғана емес. Сонымен қатар, сарбаздардың көңіл-күйін көтеру, өздеріне құрметпен қарау, өзін-өзі тану үшін де қажетті шаралар қолдануда. Жүзімізге бір күліп келіп деген сияқты бір отырып, бір күліп кішкене бір серік болдық. Жалпы бәрі жақсы, бәрі налай. Еліміздің қарулы күштерінің барлық әскери бөлімдерінде ақпараттық тәрбие жұмыстары бөлмелері де бар. Онда ойын тренингтері, бөлім психологтармен жеке әңгімелесулер, командирлік сағаттар өткізіледі. Бұл жерде теледидар көріп, гитарада өз өнерлерін шыңдауға да мүмкіндіктер бар. Бірақ Аягөз гарнизондағы онда 181 әскери бөлімдегі аталған бөлменің бір ерекшелігі бар. Олар бір тұтас ел, бір тұтас жер ұранын негізге ала отырып, еліміздің бір тұтас болып қалыптасуына елеулі үлес қосқан нар тұлғалар жайлы ақпаратты сарбаздар күнде көру арқылы саналарына сіңіруді мақсат еткен. Сөзді шығару мақсатым әрбір сарбаздарға осындай берік, бір тұтас еліміздің қалыптасуының арттарында көрнекті тұлғаларының ерен еңбегі жатқанын дәріптегім келді. Бір тұтас болып қалыптасуына ежелден бастап қазіргі заманға дейін хандарымыз, билеріміз, батыр бабаларымыз, ақын жазушыларымыз, қоғам қайраткерлерін енгіздім. Осындай еңбекпен, идеямен туындымыздың Қазақстан Республикасының қарулы күштеріне белең таралуы мені қатты қуантты. Бүгінгі таңда әлеуметтік медиа күнделікті өміріміздің ажырамас бөлігіне айналды. Тіпті әскерде де оны пайдалы құрал ретінде пайдалануда. Елордадағы ерекше мақсаттағы бригада командирінің тәрбие және идеологиялық жұмыстар жөніндегі орынбасары полковник Талғат Құлманов жастармен байланысты нығайту және әскерге деген қызығушылықты арттыру үшін заманауи медианы пайдалануда. Олар түсірген бейнелер ақпарат құралына айналып қана қоймай, жұмысының маңызды элементі іспетті. Қазіргі уақытта жастар арасында мысалы әлеуметтік желілер, оның ішінде Instagram, TikTok және Facebook желілері жоғары қолдануға ие. Сол желілерде біз күнделікті сарбаздың немен айналысады, яғни таңертең тұрғаннан бастап сарбаздың бір күндік жауынгерлік даярлығы және де жеке уақытта немен айналысады, соны бұқаралық ақпарат құралдары арқылы үнемі жеткізіп отырамыз. Егер де өз әскери бөлімді алып қарайтын болсам, біздің әскери бөлімде осындай TikTok желісінде және Instagram желісінде осындай өзіміздің платформамызда жұмыс жүріп жатыр. Ол жерде көптеген қазіргі жас өрендер хабарлама арқылы бізге шығып, сіздердің әскери бөлімдеріңізге қалай келуге болады, сұрақтар көптеген туындайды. Мысалы, кейбір ата-аналардың өздері шығады, менің балам әскер жасына келді, яғни жасы қазір 22-де, болмаса 23-те жоғарғы оқу орнын бітірді, бірақ әскерге барғысы келмейді, яғни әскерден қашып жүр деп мені жекеме жазады. Яғни оны қалай сіздер алып кетсеңіздер болады әскерге. Оны алып кету жөнінде біз айтамыз, ол яғни қорғаныс істері жөніндегі департаментке бару керек, әскерден қашудың қажеті жоқ. Әскер әрқашанда халық үшін ашық.
Тәрбие құрылымдарының офицерлерін еліміздегі 2 әскери оқу орны дайындайды. Атап айтқанда түлектер Сағадат Нұрмағамбетов атындағы Құрлық әскерлердің әскери институтында тәрбие құрылымдарының офицері мамандығын алып шығады. Осы оқу орнына түсер алдында көрсетілген маған ұсынылған мамандықтар арасында тәрбие құрылымының офицерлерінің жұмысы ұнады. Себебі маған жеке құраммен жұмыс істеген, олармен тығыз қарым-қатынаста болған және олармен көптеген іс-шаралар жүргізген маған ұнады. Біз әскери институтта әскери дағдыларымызды арттыру мақсатында бірінші, екінші курс курсанттарымен тәрбие жұмыстарын, ақпараттық жұмыстарын, құқықтық ақпараттардың жұмыстарын жүргіземіз. Және одан қоса азаматтық оқу орындарымен өзіміздің дүниетанымымызды арттыру мақсатында дөңгелек үстел, дебаттар және түрлі конференцияларға қатысамыз. Сонымен бірге Ұлттық қорғаныс университетіндегі әскери ұжымдағы әлеуметтік және идеологиялық жұмыс бойынша тәрбие құрылымдарының офицерлерін дайындайтын Мәлік Ғабдуллин атындағы әскери гуманитарлық ғылымдар факультеті де бар. Онда білім берудегі озық әдістер мен технологияларды қолданатын бірден-бір оқу әдістемелік орталық болып отырған айта кету керек. Бүгінгі таңда тәрбиеші офицерлердің жұмысы үлкен миссия іспеттес. Осындай адамдардың арқасында жауынгерлер тапсырмаларды кәсіби түрде орындап қана қоймай, өзінің кез келген сынаққа дайын екендігін үлкен сеніммен айта алады.